Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай ағзамызға өте пайдалы смузи жасаймыз. Қолжетімді заттардан жасалады. Бізге керекті имбир, осындай азырақ қана, одан кейін бір алма, лимонның жартысы, одан кейін су керек. Алмамызды осылай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Лимонымызды тек қана жартысын ғана қосамыз. Имбирімізді дәл осылай турап аламыз. Одан кейін үстіне суымызды құйып, смузиімізді дайындаймыз. Смузиіміз дайын болды. Ағзамызға және де іш қатқанға өте пайдалы смузи жасап көріңіздер.